Сәлем қыздар, бүгін өте осындай пышный шығатын сырный шарик дайындаймыз. Столға қоюға өте керемет, әдемі болып тұрады. Ол үшін бізге 400 грамм сыр керек, 2 жұмыртқа, 2 столовый ложка ұн керек болады. Сырымызды теркіден өткізіп аламыз, кішкентай жағымен. Өткізіп болғаннан кейін үстіне жаңағы екі жұмыртқамызды саламыз және 2 столовый ұнымызды салып араластырамыз. Араластырып барлығын шариктеп бұлақтап аламыз. Осылай дайын өнге және майға қуырамыз, асықпаймыз. Бір-біріне жабысып қалмау керек, арасы ашық болғаны жақсы негізі. Осылай асықпай салып дайын болып қалды. Міне дайын, бізде өте керемет сырный шариктер шықты. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.